Запись. Енді ойыннан кейін сіздердің қазір сабақ аяқталғаннан кейін отбасыларыңызбен бірге төтенше жағдайға дайынсыз ба деген сауалнамадан өтулеріңізді сұраймыз. Қазір Әсел сіздерге ссылкасын жібереді, немесе мынаны скринға түсіріп алып, сабақтан кейін өтсеңіздер болады QR арқылы. Міндетті түрде өтулеріңізді сұраймыз. Өте маңызды. Және келесі бұл бізде шұғыл шақыру телефондары жайлы қазір Әсел сіздерге айтып береді болады. Тағы да сәлем оқушылар, ары қарай жалғастырайық. Шұғыл шақыру телефондары бұл өте маңызды бөлік деп ойлаймын. Өйткені қандай да бір төтенше жағдай болған кезде, апат болған кезде біз өзімізді де басқаларды да құтқару үшін осы номерлерді, сосын тағы қазір айтатын іс-қимыл жоспарларын қолданамыз. Біріншісі ол 112, жаңа сендерде соңғы сұрақ осы туралы болғандықтан, тегін әрі желісіз. Яғни бұл номер арқылы сендер 24 сағат бойы кез келген жерде құтқарушылар шақыра аласыңдар. 101 өрт қызметі, 102 полиция, 103 жедел медициналық көмек, 104 газ қызметі. Енді шұғыл номерлер бойынша көмек сұраған кезде нақты келесі заттарды хабарлау қажет. Шақыру себебін, оқиғаның нақты мекен жайын, мектеп номерін, өзіңнің аты жөніңді. Сонымен қатар басқа да диспетчердің сендерге қойған сұрақтарына дұрыс, нақты жауап беру керек. Өйткені неге деп ойласаңдар, құтқарушылар сендерге келу үшін сендердің мекен жайларын нақты білу керек. Өйткені сендер шақырғанмен дұрыс, мысалға мекен жай айтпасаңдар, сендерді іздеуге өте ұзақ уақыт жұмсауы мүмкін. Ал оқиғаның нақты себебін, мысалға құтқарушылар келгенде сол апатқа бейімделіп келеді, яғни сол апатқа керек құрал жабдықтар да келуі мүмкін, мысалға. Сонымен қатар өзінің аты жөніңді. Олар апат орнына келген кезде сол звондаған, қоңырау шалған адам арқылы басқа да сұрақтарына жауап ала алатын болады. Мысалы, ол апаттың негізі неден пайда болды, қандай жағдай болып еді бұған дейін деген сияқты сұрақтарға жауап алатын болады. Сондай-ақ диспетчер басқа да сондай деңгейдегі маңызды сұрақтар қояды. Біз сол сұрақтарға да нақты жауап беруіміз керек. Оқушылар, барлықтарыңа бұған дейін айтып келе жатқан ақпараттарымыз бәрі сендерге түсінікті болды деген ойдам, бәрі пайдалы болды деген ойдам. Енді келесі тақырыбымызға өтейік. Біз жаңа жалпы төтенше жағдайлар туралы ақпарат алдық. Олар қалай жіктеледі, олар қалай ерекшеленеді бір-бірлеріне, олар не, мысалға, қандай шұғыл шақыру телефондары бар, ол туралы да айтып кеттік. Енді біз сондай апат, сондай төтенше жағдай болған кезде не істеуіміз керек? Бізде қандай іс-қимыл жоспары болу керек, сол туралы айтатын боламыз. Егер сен төтенше жағдай аймағына тап болсаң, не істей аласың? Ең алғашқы сұрағымыз, әрқайсымыз үшін төтенше жағдай дегеніміз не? Егер де араларына жауап бергісі келетін оқушылар болса, қазір жауап берсеңдер болады, тағы да дауыстарыңды қосып, немесе чатқа жазып дегендей. Сендердің жауаптарың бізге өте маңызды. Онда біз ары қарай жауап берейік. Бұл сенің денсаулығыңмен, тіпті өзіңді қалай ұстайтыныңға да байланысты қауіпті жағдай. Яғни, олар төтенше жағдайлар, біз жаңа сабақта айтып кеткен болатынбыз. Бірінші, олар жалпы 3 түрі бар: табиғи, техногендік, экологиялық. Сонымен қатар, осы факторлардың, осындай түрлердің үйлесімімен де пайда болатын төтенше жағдайлар да бар. Әр жағдайда әр түрлі әрекет ету керек, және сен қалай әрекет ету керектігін білуің керексің. Яғни бізде әрқайсымызда әр төтенше жағдайға арналған іс-қимыл жоспары болу керек. Мысалға, алда тұрған суреттерде ең біріншісінде ғимараттардың құлауы, қирауы, екінші суретте орманда шыққан өрттер, немесе су тасқыны, аномалдық аяздар, немесе дауылдар деген сияқты. Біз мысалы су тасқыны болғанда не істеуіміз керек деген сияқты сұрақтарға қазір жауап береміз.
Екіншісі сұрағымыз, ол басқаларға көмектесу және құтқару үшін не істей аласың? Кәне, ойланып көрейікші, бір апат болған кезде біз не істей аламыз? Қандай іс-шара қолданатын едік? Ешкім жауап бергісі келмейді ма? Онда әрі қарай өтейік. Әрі қарай осы қандай іс-қимыл жоспарлары туралы бізге қандай іс-қимыл жоспарлар болу керек? Біз қандай іс-шара қолдануымыз керек? Өзімізді де басқаларды құтқару үшін біз не істей алатынымыз туралы қазір менің серіктесім Аружан жалғастыратын болады. Жақсы, рахмет, Әсел. Мұнда ешкімде сұрақ туындаған жоқ па? Сұрақ ешқандай, мүмкін тағы да бір нәрселер жоқ. Онда жақсы. Біз басқаларға көмектесу үшін не істей аламыз? Төтенше жағдай кезінде міндетті түрде іс-қимыл жоспарын алдын ала біліп, оны орындау қажет. Және міндетті түрде дүрбелеңге түспей, сабырлықты сақтау керек. Егер төтенше жағдайға үйде тап болсан, онда сен отбасының қауіпсіздік жоспарына сәйкес әрекет етуің қажет. Және кәсіби құтқарушыларды шақыра білесің. Жаңағы Әсел айтып кеткен номерлар бойынша. Егер төтенше жағдай мектепте туындаса, онда міндетті түрде мұғалімнің сөзін тыңдау керек. Мамандарға басқаларды құтқаруға, олардың талаптарын орындауға кедергі жасамау керек. Келесі. Енді егер төтенше жағдай мектепте аяқ астын орын алса, не істеуіміз қажет? Қорқынышты болса да, сабырлы болу өте маңызды. Ешқандай дүрбелеңге түспей дегенде, әрине қорқыныш болады, бірақ та соның өзінде де сабырлықты сақтау керек. Егер мектепте болсаңыздар, мұғалім не істеу керектігін нақты біледі. Оның өзінің іс-қимыл жоспары болады. Ал сіздердің міндеттеріңіз мұғалімге қарап, оны тыңдау және оның нұсқауларын орындау керек. Келесі слайд. Егер ғимаратта болсаңыздар, немесе мектепте болсаңыздар, жаңағы өрт кезінде, немесе басқандай төтенше жағдай кезінде, мұны тез әрі тыныш орындау керек. Себебі сіздердің құзырларыңызда тек 10-15 секунд болады, және жүгіруге, итеруге, дүрбелең жасауға мүлдем болмайды. Әр адам күшті және батыл бола алады, және оны біз неден көре аламыз? Сіздің күштілігіңізді және де батылдығыңызды, сізден әлсіз және дүрбеленді жеңе алмайтындарға көмектесуден, олардың қолынан ұстап, бәрінің артынан еруді ақырын сұрау керектігінен, және сонымен қатар барлық сыныптастарының шыққанына көз жеткізу керек. Егер де біреуді байқамай қалсаңыздар, немесе таппай қалсаңыздар, онда ол адамның артынан жүгіріп іздеп қажет емес. Оны мұғалімге айту керек, немесе құтқарушыларға айту керек. Досыңды іздеуге жүгірме. Келесі. Ал үйде, егер төтенше жағдайға тап болсаңыздар, онда отбасының қауіпсіздік жоспарын білу керексіздер, және оны сақтау қажетсіздер. Егер ересектер болмаса, және сіз төтенше жағдай туындағанын түсінсеңіз, жоспарларыңызды орындауыңыз керек. Яғни, бұл жағдайда сіз үлкенсіз, қарындастарыңыз және бауырларының сенімділіктерін арттыруыңыз керек. Өйткені сіз осы сабақтар арқылы не және қалай істеу керектігін білесіз. Келесі. Төтенше жағдайдың өрт қаупі туындаса, терезелерді ашуға мүлдем болмайды, себебі ол өрттің ары қарай өршіп кетуіне себеп болады. Оның орнына тез арада көшеге шығып, өрт сөндірушілерді шақыру керек. Ал егер өрт кезінде түтін көп болып жатса, еңкейіп, матаны сулап, бетті жауып, және мүмкіндігінше тез сыртқа шығу қажет. Өртеніп жатқан үйге қайта оралуға мүлдем болмайды.
Егер өрттің салдарынан шығу мүмкін болмаса, түпкі бөлмеге немесе ваннаның астына тығылу керек, немесе балконға шығу керек. Бірақ та тығылуға болмайды, себебі өрт сөндірушілер сіздерді таба алмай қалады. Және де мұрынды шүперекпен жабу қажет. Қазір алдарыңыздағы суреттерде өрт кезінде не істеуге болмайтынына қарап алайық. Өртеніп жатқан электр жабдықтарға су құймау қажет, терезені ашпау қажет. Және өрт кезінде жаңағы айтып кеткен тығылуға болмайды. Сонымен қатар өрт кезінде лифтті пайдалануға болмайды. Дәлізге шығып, лифтті пайдаланбаңыз. Оның орнына баспалдақпен астыға түскеніңіз сізге ұтымдырақ болады. Келесі слайд. Егер қатты жер сілкінісі қаупі туындаса, бірінші қабатта тұрсаңыз, бірінші дүмпулер басылғаннан кейін далаға шығып, ғимараттардан алыстау қажет. Себебі дүмпулер қайтадан басталуы мүмкін. Ал егер жоғарғы қабаттарда тұратын болсаңыз, үйде қалып, терезелерге жақындамау керек. Және баспалдаққа жоламау керек. Үйдің ішкі қабырғаларына тіреліп, немесе бұрыштарына, күшті үстелдің, кереуеттің, ваннаның астына кіруге болады. Жер сілкінісі кезінде сіріңкелерді және оттықтарды пайдаланбау қажет. Себебі жер сілкінісі кезінде газдың шығып, және оның ашық отқа өртке әкелу мүмкіндігі зор. Алдағы суреттерде көрсетілген ғимараттан тез арада шығу керек. Жаңағы айтқандай тез және ақырын, шуламай. Себебі сіздің құзыретіңізде тек 15-20 секунд болады. Ал екінші және одан жоғары қабаттардан кіреберіс есігінің астына тұрып, терезелерден алшақтау керек және ірі қабырғалардың бұрышына орнығу қажет. Қабырғалардың, дарбазалардың, бағаналардың жанына жоламау керек, алшақ жүру керек. Егер көшеге шықсаңыз, ғимараттарға кірмеу керек, себебі сілкініс қайталануы мүмкін. Және егер бірінші көмек көрсете алсаңыз, зақым алғандарға алғашқы көмек көрсету қажет. Жаңағы секілді өрт кезінде де, жер сілкінісі кезінде де лифтті қолдануға мүлдем болмайды. Терезені ашып, дүрбелеңге салынып, терезеден секіруге де болмайды. Және оттықтарды пайдалануға болмайды. Келесі. Енді шұғыл шақыру телефондарына көшейік. Мына слайдты фотоға немесе скринға түсіріп алуларыңызды сұраймыз. Себебі төтенше жағдай туындаған кезде адамның ұмытып қалуы мүмкіндігі өте жоғары. Жазып алсаңыздар тіпті жақсы. 112 бұл бірыңғай құтқару қызметі. Бұл номер ұялы телефондарда әрдайым және кез келген жерде жұмыс істейді, тегін және тіпті желісіз. 101 бұл өрт қызметі, 102 полиция, 103 жедел медициналық көмек және 104 газ қызметі. Осы номерларға қоңырау шалған кезде ең алдымен шақыру себебін, оқиғаның нақты мекен жайын, мектептің номерін және өзіңіздің аты жөніңізді айту керек. Сондай-ақ диспетчердің қалған сұрақтарына жауап беру керек. Әртүрлі төтенше жағдай кезінде қалай әрекет ету керегін біз келесі сабақтарда түсіндіретін боламыз. Ал әзірге осы шұғыл шақыру телефондарын есте сақтап алыңыздар. Бұл сіздердің және жақындарыңыздың өмірін құтқара алады. Осымен біздің сабақ аяғына жетті. Қазір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Және де үй жұмысын айта кетейін сіздерге. Қазір мен берген сілтеме бойынша 5-11 өздеріңіздің мектептеріңізде 5-11 сыныптардың арасында осы тақырыпта сабақ өткізсеңіздер. Және де оның есеп ретінде фото-видеоға түсіріп, мына сілтеме бойынша
отчетты салсаңыздар, иә. Бұны сіздердің кураторларыңыз да жібереді өздеріңізге, бірақ та бұл сіздердің үй жұмыстарыңыз болады. Осы тақырыпта 5-11 сыныптар аралығында сабақ жүргізу, төтенше жағдайлар жайында. Енді ары қарай сабақтарда кездескенше, сұрақтарыңыз жоқ болса. Ешкімде сұрақ жоқ па? Онда оқушылар, сендерде бар ма сұрақ? Бүгінгі сабағымыз сендерге өте түсінікті болды деген ойдамын. Сендерге пайдалы болады дегенде ойдамын. Сендерде алда сабақ өтесіңдер ғой, үй жұмыстарың мақсатында. Сәттілік тілеймін сендерге, барлығы жақсы өтсін. Бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады деген ойдамын. Рахмет сіздерге, сабаққа қатысқандарыңызға. Алдағы сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.